Сәлем достар. Бүгінгі түсіретін видеомыздың тақырыбы адам организміндегі ең маңызды құрылымдардың бірі сүйек және қанқа бұлшық еттен айтатын боламыз. Бұл видеода біз қанқаның жалпы құрылысын, сүйектің ішкі бөлімдерін және сүйектің өсуін, қалай өседі деген сияқты қызықты ақпараттар айтатын боламыз. Қанқаның жалпы құрылысына тоқтала кететін болсақ, адамның қанқасында 200-ден астам сүйек болады. Қанқа 3 негізгі бөлімден тұрады. Ең біріншісі бізде бас бөлімі бізде миды қорғап тұратын сауыт ретінде жүреді. Екінші бізде жалпы қашан адам боласың інім дейді. Білмеймін. Вообще болмайтын сияқты ғой. Екінші деп қолым бірді көрсеткенім ше? Екінші бізде омыртқа жотасы мен кеуде қуысы. Олар бізде ішіміздегі организмдерді қорғап тұрады. Мысалы, жүрек, бүйрек, бауыр деген сияқты ағзаларымызды сыртқы ортадан қорғап тұрады. Ал үшіншісін айта кететін болсақ, бізде аяқ, қол сүйектері. Олар біздің қимыл қозғалысымызға, жүріп тұруымызға көмектеседі. Қанқа біздің денеміздегі тірек қимыл жүйесіне және ішіміздегі организмдерді қорғап тұруға, жүруімізге, тұруымызға, жүгіруімізге деген сияқты маңызды қызметтерге жауап береді. Сүйек тығыз дәнекер тінінен түзілген қатты құрылымдардың бірі. Құрамында минералды фосфор, кальций деген сияқты органикалық заттар болады. Сүйекте бізде тірі ағза сияқты жаңара алады, өсе алады және өз-өзін қалпына келтіре алады. Сүйектің түрлері бізде пішініне қарай әртүрлі болып келеді. Мысалы, ұзын сүйек, жалпақ сүйек, қысқа сүйек деген сияқты әртүрлі түрлерге бөлінеді. Мысалы, айта кететін болсақ, ұзын сүйектерге мысалы бізде жіліктер жатады, ортан жілік, кәрі жілік дегенде қол аяқ сүйектер жатады. Ал жалпақ сүйектерге бізде жамбас сүйегі, кеуде сүйегі және бас сүйектері деген сияқты сүйектер жатады. Ал бізде қысқа сүйектерде қол аяқ сүйектер жатады. Енді бізде келесіде омыртқа құрылымын айта кететін болсақ, бізде ересек адамдарда 33-34 омыртқадан тұрады. Және де жіктеп айта кететін болсақ, біздің мойнымызда 7 омыртқа, арқамызда 12 омыртқа және белімізде 5 омыртқадан тұратын болса, 8 көзімізде тағы да 5 және құйымшағымызда 4-5 омыртқадан тұрады. Келесі тақырыбымыз бізде бас сүйегінің бөлімдерін айта кететін болсақ, біздің бас сауытымыз біздің ішіміздегі миды және сезім мүшелерін қорғап тұрады және нейрондарды қорғап тұрады. Бас бөліміміздегі негізгі сүйектерді айта кететін болсақ, шүйде сүйегі, тұмсық сүйегі, жауырын сүйегі, самай сүйегі, шаршы сүйегі болып әртүрлі сүйектерге бөлінеді. Және біз буын түрлеріне тоқтала кететін болсақ, буын түрлері бізде қозғалатын, қозғалмайтын және жартылай қозғалатын болып үшке бөлінеді. Біз мысалы қозғалмайтын сүйекті айта кететін болсақ, бізде мысалы бас сүйегі мүлдем қозғалмайтын сүйек қатарына жатады. Ал бізде жартылай қозғалатын сүйекке біздің омыртқамыз 2 елі алдыға, 2 елі артқа қозғалады. Ал бізде толықтай қозғалатын сүйектерге біздің саусақтарымыз, иығымыз, сүйектің денсаулығына әсер ететін факторларды айта кететін болсақ, бізде кальций және Д дәрумενінің жетіспеушілігі, төмен физикалық белсенділіктер, артық салмақ, гормондардың өзгеруі, жарақаттар, экология, сүйектің күшею жолдары, дұрыс тамақтанбау, күн сәулесі, қозғалыс, спортпен дұрыс айналыспау, жаман әдеттерден аулақ болу деген сияқты заттар біздің сүйегіміздің денсаулығына әсер етеді. Мы продолжаем узнавать интересные факты о человеческом теле, чтобы убедиться, что каждый из нас – живое чудо с любовью, созданное Богом. Сегодня поговорим про удивительно прочную и при этом легкую опору нашего тела. Тело любого человека опирается на скелет, а сам скелет состоит более чем из 200 костей. Разные кости отличаются друг от друга в зависимости от того, где именно в организме они находятся и какую работу они должны выполнять. Работа, которую выполняют наши кости, разнообразна. Вместе с мышцами, суставами и связками они дают нам возможность двигаться. Кости защищают наши внутренние органы. Под защитой костей черепа, например, находится головной мозг, а ребра защищают сердце и легкие.
Кроме того, красный костный мозг – это источник клеток крови. В нем вырастают лейкоциты, эритроциты и тромбоциты. То есть костный мозг – это то место, которое отвечает за наше кроветворение. У костей есть еще одна важная функция. Они накапливают кальций и фосфор, и поэтому играют важную роль в обмене этих минеральных веществ в организме человека. Цвет костей на самом деле ближе к коричневому. Белый цвет имеет кости, используемые в качестве экспонатов. Они становятся белыми после специальной обработки. Кости являются более прочным материалом по сравнению даже со сталью. Они превосходят сталь по прочности, но при этом весят намного меньше. Бедренная кость самая длинная, а слуховые косточки самые маленькие. Они единственные не изменяют свой размер и вес на протяжении всей жизни человека. Наиболее костлявая часть – кисть человека. Большое количество мелких костей позволяет человеку играть на пианино и выполнять другие точные виртуозные действия. Самой прочной костью считают большеберцовую кость. А самыми хрупкими и легко ломающимися костями являются ребра и ключица. Сломанные кости умеют заживать, хотя любой перелом все равно является определенной проблемой для организма. Так же, как наше тело опирается на скелет, наша душа и дух должны опираться на Бога. Так же, как движение тела невозможно без костей, так же и рост нашего духа невозможен без духа